Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята, садитесь. Здравствуйте. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, ең бірінші сіздермен жүректен жүрекке деген жаңағы балалар сабағымызды бастамас бұрын бірінші жүректен жүрекке деп, яғни өздеріңіздің есімдеріңізді, аттарыңызды айтып, есімдеріңіздің алғашқы әріптеріне жақсы жылы сөздер айтасыздар. Мысалы, Арайлым, Ақкөңіл. Менің атым Мағжан, мен Мейірімдімін. Менің есімім Мұхаммед, мен Момынмын. Менің атым Мұхаммед, мен Мықтымын. Менің атым Мирасым, мен Елімжан. Менің атым Саид, мен Сабырлымын. Менің атым Исlam, мен Бақыттымын. Менің атым Рислам, Да, можно. Менің атым Мадияр, мен Мәдениетімін. Ал балалар, мынау суреттен қандай ой түюге болады? Бүгінгі сабақтың тақырыбы не туралы болуы мүмкін? Туризм. Саяхат. Туризм, саяхат. Жақсы, дұрыс. Правильно. Бүгінгі сабақтың тақырыбы туризм саласы өткен мен бүгіні сан есім. Казахстанский компонент. Тақырыбы туризм саласы өткен мен бүгіні сан есім. Казахстанский компонент. Алматы туристический центр. Мир живой природы. Имя числительное. Орыс тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Секерова Бағдат Амантаевна. Қымдау, сан есімдердің жазылу ережесін қайталау. Определить основную мысль, излагать информацию прослушанного, прочитанного текста, повторить про описание числительных. Меңгере отырып ақпараттарды анықтай алады, өз ойларын еркін жеткізуге тырысады, сан есімді мәтінен таба алады. Выписать из текста имена числительные. Ал балалар, бұл әлемдегі экономикалық кірісі ең жоғары саланың бірі. Елді экономикалық қуатын күшейтіп, халықтың тұрмысын жақсартудағы, жұмыссыздықты азайтып, кәсіптену орайын артырудағы туризм рөлі ерекше екен. Теперь послушай познание нового. Туризм – один из видов активного отдыха, который проводит человек в свое свободное время. Цели бывают самые разные – спортивные, оздоровительные, познавательные, религиозные, профессиональные и другие. Туризм направлен на знакомство с... Назар аударыңыздар. Жақсы. Таңғажайып көрікті жерлер Қазақстанда жетерлік. Батысында Еділдің төменгі ағысынан, шығысында Алтай тауларына дейін 3000 шақырымға созылған кең байтақ даланы аз уақытта аралау оңай емес. Тіпті жергілікті тұрғындардың өзі кейбір жерлерді тамашалап үлгермейді. Сондықтан болар биылғы жылдың алғашқы жарты жылдығында 2 миллион қазақстандық ел ішінде саяхат жасауға ұйғарыпты. Яғни өсім шамамен бір сыр бар деседі жұрт. Бастысы ол жағымсыз энергетикадан арылтады дегені бар. Ол да рас болар. Мұнда денсаулығы мен жан дүниесі үшін отырар Сауран көне қалашықтарына ат басын бұрады. Кезінде тарихшылар 7 қабат мұнаралы дуалмен қоршалған қала деп жазған шаһар осы Сауран. Ал балалар, бейне жазбадан дерек көздерді пайдаланып, мәлімет дайындаңыздар. Бірінші сұрақ, бейне деректе көргендеріңізде отандық туризмді қалай дамытуға болады? Туған жерлеріңізде қандай туристік орындар бар? Олар туралы не айта аласыздар? Жазамыз. Что вы делали для казахского? Жер атаулары және су атаулары. Да, Жер. которые записывают в двух видах. Это буквы, буквами и цифрами. Работы пожилые люди и дети. Хорошо. С учетом существующего лица города, уникального ландшафта и... Сумерим. Сонымен балалар, бір сұраққа кім жауап береді? Бейне деректе көргендеріңізде отандық туризмді қалай дамытуға болады? Мен ойымша, алдымен визасыз режимді тізімдегі елдер тізімінен арттыру қажет. Біздің басты міндетіміз шетелде Қазақстанды насихаттап және туризм саласын. Отандық туризмді дамыту елдің экономикасына әсер ете ме? Отандық туризмді дамыту үшін
ол елдің экономикасына өте қатты әсер етеді. Себебі туризмді бізді дамытсақ, біздің мысалға Тапсырма туған жерлеріңізде қандай туристік орындар бар? Олар туралы не айта аласыздар? Саят Горный отель Кумбель, Алматы, крупнейший в мире высокогорный комплекс катки Медео и Бурабай. Это говорение айтылым. Алматы туристический центр Казахстана. Мәтінді қазақша тіліне әңгімелейсіздер, және пересказ текста на русском языке. Сейчас время дадим, прочитайте, пожалуйста. Туристический центр Казахстана. Алматы – самый крупный туристический центр страны. В этой сфере работают сотни туристических компаний, которыми разработаны экологические, исторические и экстремальные маршруты, успешно функциональны новые объекты туристического бизнеса. Четырехкресельная канатная дорога на горнолыжной базе Шимбулак, страусиная ферма, форелевое хозяйство, современная спортивная база в ущелье, Бутаковка, горный отель Кумбель с горнолыжной трассой. И архитектурный облик города. С каждым годом растет и хорошеет Алматы. Бережно относятся городские власти к историко-культурному наследию. В городе реставрируются и ремонтируются памятники истории и культуры. Современное строительство ведется с учетом существующего лица города, уникального ландшафта и экологии. В котором комфортно и удобно жить людям. Созданы условия для работы, учебы и отдыха. Безупречно действуют все системы жизнеобеспечения, окружены заботой по живой людей и детей. Дети, хорошо. ауызша қазақ тілінде мазмұндайсыздар. Перескажут текст на русском языке. Компаний. Центр страны. Вокруг Алматы вертятся все туристические компании. В Алматы находятся очень большие горы. И также там находится очень много разных развлечений, как четырехкресельная канатная дорога. Алматы еліміздегі ең ірі туристік орта, себебі ол жерде ең ежелгі заттар табылып жатыр. Ол жерде және туристік компаниялар бар, экологиялық жұмыстар атқарылып жатыр. Менің ойымша Алматыдағы адамдарға өте ыңғайлы және қолайлы. Ол жерде барлық Ал балалар Затын санының ретін білдіретін сөздері сан есім дейміз. Сан есімдері қанша, нешінші деген сұрақтарға қойылады. Мысалы 5, 7, 100, 2, 16. Сан есім мағыналық түрлері мен олардың жасалу жолдары. Есептік сан есім, жинақтық сан есім, болжалдық сан есім, реттік сан есім, топтау сан есім, бөлшектік сан есім. Ал жақсы балалар, енді мынау сан есімнің түрлеріне тоқталайық, иә? Есептік сан есім, естеріңе түсіріңіздерші, мысал келтірейікші, есептік сан есім. На русском языке. Ярослав, пожалуйста. Имя числительная часть речи, которая обозначает количество предметов, числа, а также порядок предметов в пересчете. Имена числительные отвечают на вопрос сколько и какой. Имя числительное делится на количество и на порядковое. Имя числительное изменяется падежам, числа или родом. Имя числительные могут быть родными членами приложения. Хорошо, спасибо. Какой, количественный, сколько, порядковый, какой первый ученик, целые 2, 110, дробные 2 трети, 5 шестых, собирательные трое ребят, 7 козят. В середине от 50 до 80, от 500 до 900, 50, 60. В середине 15, 16, 17, 18. Үшінші тапсырманы орындайық. Жазылым тапсырмасы письмо. Бірінші тапсырма. Қажет жерлерге тығыз белгілерін дұрыс қойып, мәтінді көшіріп жазасыздар. Классикалық туризм даму 4 кезеңге бөлінеді. Жақсы. Кезең сызықша 19 ғасырға дейін 4 бастапқы кезең. 1800-1917 жылдары өтір даму және өркендеу кезеңі. 1917-1990 жылдары. Туризм құрылымдағы орталықтары ұйымдастырылғандықтан құлау кезеңінде және әртүрлі туризмдік
кәсіпорындар құрылу кезеңі 1990 жылдан бүгінгі күнге дейін. Бір-бірінен өзіндік мақсаттары үтір көлік құралдарының пайдалану үтір қатысушылардың саны мен олардың қоғамдағы орны бойынша ерекшеленеді. Жақсы. Чтение окна. Найдите и выпишите топонимы, числительные запишите прописью. Текст называется «Мир живой природы». Так, Саят. Казахстана весьма разнообразна. На его обширных просторах расположены горы, холмы и равнины. Самая высокая точка пик Хан-Тенгри, Хан-Тенре, высота 6995 метров. Самая низшая впадина Каракия, 132 метра ниже уровня Мирового океана. Хорошо, спасибо. Стоп. Город занимает 10-ю часть территории республики. Склоны Тянь-Шань или Алатау покрыты хвойными лесами. В ущельях этих гор растут дикие яблоневые заросли и орехово-плодовые кустарники. Вершины гор покрыты вечными снегами и ледниками. Здесь можно встретить грозного снежного барса, тянь-шанского бруного медведя, сибирского горного козла. Хорошо, спасибо. Дальше. Что хочешь? Успокойся. Из птиц в горах обитают сильные и смелые, снежные грифы, благословие спичи, бородачи, размер крыльев которых достигает 3 метров. Буркучи, именно с буркутом охотятся на зверей казахстанские охотники-буркучики. В покрытиях тяжестью лесами в горах Алтая обитают пеликаны и лоси, красавцы, моралы, и их еще называют благородными оленями. Есть тут сокли, барсуки и бурундуки. Барсуки, бурундуки, беркуты. Идите и выпишите топонимы, числительные запишите прописью. Пожалуйста. Казахстана. Жатпаймыз. Проверим, ребята. Хан-Тенгри, Каракия, Тянь-Шань. Хорошо. Хорошо. Амина. Амина готова. Жақсы. Алтай. Жақсы. Правильно. Алтай, правильно. Илья Алатау. Правильно. Казахский мелкосапожник. Мелкосопочник. Жақсы. И Казахстан. Жақсы. Нужно сделать перевод слов на казахский язык. Енді дұрыс аударма сөздерге қолымызды шапалақтаймыз, жақсы ма? Кім айтам дейді? Саят Закен. Суслик, аршына. Кім айтам дейді? Амина. Сурок. Сур. Сур. Басынан бастап. Сурок, сур. Келесі. Кім айтады? Тағы да. Мұхаммед. Корсак, Қасақ. Жақсы. Тағы да Даниял. Трафа, Дуадақ. Сайгақ айтылды ма? Я бәрі. Запля, көшейік. Менің саяхаттаған жерлерім, мои путешествия, еркін жазу. Дәптерлеріңізге 5-6 сөйлем жазыңыздар. Жазық па типа олар енді саяхат және туризм сөздеріне бүгінгі тақырыпқа байланысты сөздер айтыңыздар. Саяхат. Ауа. Я. Слово туризм, ребята. Первая буква Т. Правильно. У. Урал. Правильно. Р. Рудный. Правильно. И. Иссык-Куль. Правильно. З. Зайсан. Правильно. И М. Москва. Медеу. Москва. Правильно, молодцы. Спасибо. Ал балалар, үй жұмысы туризм сөзіне 5 жолды өлең жазу. Написать синквин слову туризм. Сан есім ережелерін жаттау. Выучить правила, имя, числительное.
Жоқ, спасибо за внимание, қоймай жатыр. Вот эту. Ходит. Здесь. Эй, на видео снимай.